Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сіздермен бірге біз мынау шеберлік сағатын өткізіп жатқан мен өндіріс шебері Жәмила Қасымбековна боламын. Бүгін сендермен Наурыз туралы біраз тарихи әңгімелерді айтып, соңынан Наурыз көженің қалай дайындалатынын көретін боламыз. Енді жалпы Наурыз деген бұл көктемгі күн мен түннің теңелген кезі, өздерің білесіңдер, иә? Сондықтан бұл кезде жануарлар төлдейді, жер көктейді, адамдар үйінің алдын, шарбағын дұрыстап тазалап, кір қоқыстан арылтып, жаңағы күні бойы жаңағы сондай әдемі тірліктерді жасайды. Яғни ол кезде білесіңдер, қазақ осы күнді ұлыстың ұлы күні деп атаған, иә? Сондықтан қазақтың жыл басы көжесі Наурыздан басталған, Наурыз көже дейді. Ал енді бұл Наурыз көже 7 түрлі дәмнен тұрады. Оған біз бірінші сендерге айта кететін болсам, жылқы етінен қақталған қазы. Қазыны қабырғасымен, қазақ айтады, құлаш қазы жасапты дейді. Тура сол сияқты қазы жасадық. Сондай қазыдан алдық. Одан қала берсе сендерге көрсеткім келіп жатыр, мынау жылқының еті бұл қақталған, тұздалған, желге кепкен ет болып есептелінеді. Ал Наурыз көже осы соғымнан қалған ең тәтті, ең кебу болған осындай қақталған еттерден қайнату арқылы, 7 түрлі дәмді салу арқылы Наурыз көже жасаймыз. Енді мен сендермен осы 7 түрлі дәмді дақылдарды таныстырғым келіп тұр. Бізде бірінші етті қазыны салып қайнатқаннан кейін оған жүгерінің 2 түрі болады. Сары және ақ түрі. Осы 2 жүгеріні салып қайнатамыз. Шамаменен 40 минуттай қайнатамыз. Сосын кәдімгі бидайды білесіңдер. Біз бидайдан ұн жасаймыз. Көптеген дәруменге бай бидайды біз шамамен 30 минуттай пісірсек жетіп жатыр. Сосын азырақ күріш салсақ болады. Дәнді бұршақтарға жатады, міне ноқат дейміз. Бұршақ дақылдары мінеке лобия. Сонан кейін ақ бұршағымыз бар және маш. Бұны да қосып қайнатамыз. Бұны қайнатқан кезде шамаменен 40-50 минуттай қайнатсақ өте дәмді піседі. Ал етімізді біз кем дегенде 2 сағаттай қайнатамыз. Себебі сүрленген ет дәмді болып, қазанда қайнаса, сорпасы татымды болып, адам организміне өте жақсы пайдасын тигізеді. Енді сонымен қатар оларға біз әрине айран қосамыз. Міне айранды ертіп дайындап қойдық. Одан кейін Сүзбенің де 2 түрі бар, майлы сүзбе болады, кәдімгі сүзбе бар. Ал енді оның татымын келтіру үшін әрине біз тұз қосамыз. Енді мен сендерге айтайын, не үшін біз етті, соғымды қазыменен жаңағы етті қосамыз? Себебі дастарханымыз мол болсын деген ырым бар. Ет асу деген асар деген мағынаны білдіреді қазақ халқында. Ет жейміз ба бәріміз? Өте жақсы. Содан кейін мынау дәнді дақылдарды не үшін қосамыз? Дәнді дақылдардың қазақи ырымдары бір тамырдан көгеріп, өсіп, өнетін болғандықтан қазақ халқы баласына, ұлын, қызын өсіп, өнсін, көгерсін, көбейсін деген мағынада осындай дәнді дақылдарды қосып отырамыз. Ал енді айран, немесе сүзбе, әрине ақ түсті болған екен, көңілі ағарсын, жаңағы организміне көптеген пайдасын тигізеді. Міне сондай ырымдар арқылы қазақ халқы түрлі баламалар жасап отырған. Халқында 21 Наурыз күні Қыдыр баба аралайды деген ұғым бар. Ал Қыдыр баба дегеніміз кім? Ол біздің қиялы ғажайып ертегі ретінде көрінетін, шал кейпінде көрінетін ұғым. Ол деген қазақтың жеріне назары ауатын болса, жерді жібітеді. Ал назары тасқа түсетін болса, тасты жібітеді. Ал сендер естігенсіңдер ме? Самарқанның көк тасы еріген күн деп. Міне сондай сияқты жерді жібітеді деген көктем айында жер жібіп, түрлі көкөністер, болмаса шөптер шығып, бізге түрлі дәнді дақылдардан жемістер береміз ғой, өседі ғой. Міне сондықтан сондай мағынада
Қыдыр бабам аралайды деп ұғым бар, осындай ұғым бар. Балалар біздің дайын болып піскен дәнді дақылдарымыздың барлығын кәдімгі қайнаған еттің сорпасына, наурыз көженің сорпасына енді араластырып көже дайындайтын боламыз. Міне біз арнайы ыдыста уже дайындап алып келдік. Міне сорпасы, яғни жаңағы біздің етіміз, қазымыз піскен, ысталып піскен қазыға енді біз бірінші нені саламыз? Жүгеріні саламыз. Жүгеріні, ноқат. Мына етті саламыз. Міне мына жерде ақ дәнді дақыл лобия деп айтылады. Мынауымыз біздің бидай. Мынаны ала беріңіздер. Енді соңында мында күрішті саламыз. Міне енді бәрін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бұған біз мына дайын айранымызды қосамыз. Мына жерде сүзбе. Мынау. Мынаны аласыздар ма? Халима. Енді жақсылап араластырамыз. Бұл жерде тұзын саламыз. Мынаны дәмін көріңіздерші, Күмсабеловна. Келіңізші. Или мына жақтан көресіз ба? Қасық алып. Әрине бұл жерде бәрін піскеннен кейін араластырдық. Еті қосылды. Және бәрін араластырғаннан кейін қою дәмді көже шықты. Көріңізші дәмі. Солынан бағанде Халима езілмей қалды. Қасықпен. Ладно, енді балдарға ештеңе етпес. Жоқ, өте жақсы. Жақсы ма? Міне біздің көжеміз дайын болды, балалар. Қараңдаршы қандай қою, әдемі, дәмді наурыз көже дайын. Ал сендер білесіңдер ма? Наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойына молшылыққа, тоқшылыққа кенеледі. Сондықтан наурыз көжені тойып ішу керек. Қазақ апалары көбінше сыртқа, огородқа шығып, жаңағы барлық отбасының көжелерін араластырып наурыз көже жасайды. Наурыз көже жасағанда ақ мол болсын, жаңа ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп бір-біріне тілек айтып жатады. Ал енді бір-бірімен ренжіскен адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, үлкен апасына, үлкен атасына барып, қал жағдайын сұрап, үнемі жаңағы ізденісте, үнемі татулықта, бірлікте болғанын қалап бір-бірін кешіріп жатады. Өте тамаша мейрам, өте тамаша мереке. Енді дайын болған наурыз көжемізді сендерге құйып берейін. Ақ мол болсын, ұлыстың күні құтты болсын деп, мен сендерге көже құйып берем. Мына жерден қасық алыңдар. Дәмін көріңдер. Қалай дайындалыпты, таза пісіпті ме екен? Соның бәріне аңғарсаңдар болады. Бүгінгі жаңағы шеберлік сағатымыз осымен наурыз көженің қалай дайындалатынын, қалай піскенін, оны араластырып, қалай дәмді болғанын сезіне білдік. Бүгінгі мастер-классымыз осымен бітті.